Қайырлы таң, құрметті оқушылар. Сіздермен бүгін қазақ тілі сабағында артығын тап ойынын ойнайық. Ол үшін қазір learning hubs платформасына назарымызды аударамыз. Балалар, қазір бұл ойында сіздерге мына жерде сөздер берілген. Осы сөздердің ішінде артық сөздерді тауып алу керек. Ең бірінші назар аударамыз, мысалы, көлік, көкшіл, терезе, бүркіт, домбыра. Бұл жерде артық сөз қайсысы? Жақсы, дұрыс айтасыңдар балалар. Көкшіл, тексерейік. Дұрыс. Келесі сөздер қатары. 5, 10-шы, 1200, қайратты, 23. Бұл жерде қай сөз болады? Қайратты. Дұрыс айтасыңдар. Тексереміз. Өте дұрыс. Келесі. Ойнады, бара жатыр, ұшқыр, қарап тұр. Ұшқыр. Өте дұрыс айтасыңдар. Жақсы балалар. Бұл сөздерді сіздер қайдан білдіңіздер артық екенін? Я, балалар. Бұл сөздерге сұрақ қойып көрейікші. Қандай сұрақ қойдыңыздар? Қандай деген сұрақ қойдыңыздар, я? Дұрыс айтасыздар. Ендеше қандай, қай деген сұрақтарға жауап беретін сөз тапты айтайықшы? Жарайсыңдар балалар. Қандай, қай деген сұрақтарға жауап беретін сөз таптары бұл сын есім болады екен, я? Сын есім заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөз табы. Ендеше осы уақытқа дейін білетін білімізді еске түсіру үшін қазір видеороликке назар аударамыз. Мынау не? Бұл Томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап. Мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе? Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ашы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есіммен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л, д, т, с жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке ғыш-кіш, қыш-кіш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш,
білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Бұл күшіктің аты бар ма? Қазір көрейін, мойнында алқасы бар екен. Аты Вики. Жей ғой, Вики. Ол тек ақылды, жұмсақ, сүйкімді болып қана қоймай, сонымен қатар өте жылдам екен. Иә, Вики сөзі жылдам деген мағынаны білдіреді. Қайталайық. Сын есім. Заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Сын есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есім. Түбір сөзден жасалған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Мысалы, жақсы, үлкен, қызыл. Туынды сын есім. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Туынды сын есімдер түбірге л, д, т, сыз, сіз, ғыш, гіш, қыш, кіш тағы басқа жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, таулы, ақылды, білгіш. Ендеше бүгін балалар біз сын есімнің сөйлемдегі қызметін анықтайтын боламыз. Сын есім әдетте сөйлемде анықтауыш болып тұрады. Мысалы, сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан деген сөйлемде сұр және суық деген сын есімдер қандай деген сұраққа жауап береді. Бұлт деген зат есімді анықтап тұр. Сөйлемде анықтауыш болу сын есімнің негізгі қызметі. Сын есім жіктік тұлғада тұрып сөйлемнің баяндауышта болады. Мысалы, сен бір артық көркемсің, әлсіз адам сүріншек. Бұл сөйлемдерде көркемсіздің сөздері жіктік тұлғада тұрып баяндауыш қызметін атқарып тұр. Сын есім тәуелденбейді, септелмейді. Егер сын есімге көптік, тәуелдік, септік жалғау жалғанса, онда сын есім зат есімнің орнына жүреді. Сын есім сөйлемде зат есімнің орнына жұмсалып, зат есімнің қызметін атқаруын сын есімнің заттануы дейді. Мысалы, жақсыдан шарапат, жаманнан кесапат деген сөйлемде жақсыдан, жаманнан деген сын есімдер шығыс септік жалғауында тұрып, зат есімнің орнына заттанып қолданылған. Заттанған сын есім атау септік тұлғасында тұрып бастауыш болады. Мысалы, ұялшақ сыбағасынан құр қалар. Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік деген сөйлемде ұялшақ адам кім? Жақсысы бала кімі? Жаманы бала кімі? Атау септікте тұрып, заттанып, бастауыш қызметін атқарып тұр. Сын есім табыс, барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктерінде келіп, заттанып толықтаушта болады. Мысалы, білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын тез деген сөйлемде білімдіден, талаптыға деген сын есімдер заттанып келіп, толықтауыш қызметін атқарып тұр. Енді осы ережелерді жүзеге асыру барысында біз сіздермен қазір мәтінде жұмыс жасаймыз. Ең бірінші мәтінді толық оқып, жазып, сын есімдерді тауып, астын сызамыз. Туынды сын есімді және негізгі сын есімдерді ажыратамыз. Және сын есімнің сөйлемдегі қызметін анықтайтын боламыз. Ендеше барлығымыз бірге мәтінді оқайық. Ғарыш кемесін орбитаға шығару үшін қуатты зымыран қозғалтқышы мен отын қажет. Ал зымыран жоғары температураға төзімді жеңіл материалдан жасалуы тиіс. Мұның үстіне ғалымдардың ғарыш кемесі мен жер арасында сенімді байланыс құралдарында орналастыру керек. Ендеше балалар, осы мәтінді дәптерімізге жазып алайық. Жақсы балалар, ендеше бірінші сөйлемге назар аударайық.
ғарыш кемесін орбитаға шығару үшін қуатты зымыран қозғалтқышы мен отын қажет. Бұл жердегі сын есімді табайықшы. Жақсы. Қандай зымыран? Қуатты зымыран. Яғни сын есіміміз қуатты. Қандай деген сұраққа жауап беріп тұр, иә? Бұны балалар сіздер негізгі сын есімге жатқызасыздар ма, әлде туынды сын есімге жатқызасыздар ма? Жарайсыздар. Қуатты деген сөзіміз біздің туынды сын есім болады. Қуат түбірі, т жұрнақ. Қуат дегенде сұрақ қойып көрсек, не? Яғни зат есім болып тұр. Ал егер де қуатты деп алатын болсақ, қандай сын есім болып тұр? Келесі, бұл сөйлемді қайтадан оқайықшы. Ғарыш кемесін орбитаға шығару үшін қуатты зымыран қозғалтқышы мен отын қажет дейді. Яғни, бұл сөйлемде қандай қызмет атқарып тұр? Бұл жерде біз зат есімнің, яғни зымыран қандай екенін біліп тұр, сонда бұл жерде анықтауыш қызметін атқарып тұр. Жарайсыздар балалар. Ал келесі сөйлемді оқимыз. Ал зымыран жоғары температураға төзімді жеңіл материалдан жасалуы тиіс. Бұл жердегі сын есімдерді айтайықшы. Қандай температураға? Жоғары. Қандай материалдан? Төзімді жеңіл материалдан. Яғни жоғары және жеңіл бізде негізгі сын есім болып тұр. Қандай деген сұрақ қоямыз, иә? Ал төзімді туынды сын есім. Төзім түбірі, д жұрнағы. Төзім не? Яғни зат есім. Ал төзімді қандай? Бұл сын есім. Келесі осы сөйлемде бұл жерде де балалар анықтауыш қызметін атқарып тұр. Яғни заттардың қандай екендігін бізге анықтап беріп тұр. Келесі соңғы сөйлем. Мұның үстіне ғалымдардың ғарыш кемесі мен жер арасында сенімді байланыс құралдарында орналастыруы керек. Бұл жердегі біздің сын есіміміз қандай байланыс? Сенімді, яғни сенімді. Туынды сын есім болып тұр. Сенім түбірі, д жұрнақ. Сенім не? Зат есім. Сенімді қандай сын есім болып тұр. Жақсы балалар. Сонымен бұл жердегі барлық сын есімдеріміз біздің сөйлемде анықтауыш қызметін атқарып тұр екен. Енді осы негізгі және туынды сын есімді біз сіздермен Wordwall платформасында тағы да әрі қарай жалғастырып орындайтын боламыз. Балалар, сіздердің алдыларыңызда негізгі сын есім және туынды сын есімге мына берілген сөздерді бөлу керек. Мысалға, ақ өзі түбірі, яғни бұл негізгі сын есім болып тұр. Ал қайратты, қандай қайратты? Бұл қайрат түбірі, т жұрнағы болып тұр. Туынды сын есімге осы тапсырманы барлығымыз өзіміз орындап шығайық. Жақсы балалар, орындап болсаңыздар, қане, сіздердің жауаптарыңызды бірге тексерейік. Өте дұрыс. Сіздер де осылай тапсырманы дұрыс орындап деген ойдамын. Сонымен балалар, біз сіздермен бүгін сын есім туралы білгеніміздің барлығын қайталап шықтық. Яғни сын есімнің негізгі және туынды сын есімдігін, сөйлемде қандай қызмет атқаратындығын мен таныстық, иә балалар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.